Құрметті YouTube арнамның оқырмандары, бұл жерде әрбір әйелдің басынан өткен шынайы оқиғалары мен сынақтарынан, ауыр қиыншылықтарынан әңгімелер салатын боламын. Әрине бұл жерде кейіпкерлердің аты жөндері түгел өзгертіледі, және де бұл жерде бірінші бөлімнен, екінші бөлімнен әртүрлі бөлімдерден салынып отырады. Арнама тіркеліп алыңыздар. Әр шыққан бөлімдерге өз пікірлеріңізді жазып отырыңыздар және лайк басып отырыңыздар. Арнамнан көргеніме қуаныштымын. Бүгінгі айтылатын Айжан деген кейіпкеріміздің бірінші тағдырынан басынан өткен оқиғасымен бөлісетін боламыз. Айжанның оқиғасын бірге тамашалайық. Мен оны шын сүйдім. Барлығын жүрегіммен қабылдадым. Тіпті өзімді де ұмытып оның жары болуды да, ана болуды да, адал әйел болудың өмірінің жалғыз мақсатын айналдырдым. Біз алғаш танысқанда ол сондай мейірімді еді. Қарапайым, сыпайы, сабырлы, мені аялап өтетін адам осы шығар деп ойлайтынмын. Мен ешкімге сенбей жүргенде ол келіп, сен менің тағдырымсың дегенде, менің басым көкке жететін болды. Мен оған қатты сендім. Ол кезде менің жүрегімде оған деген ешқандай да күмән болмап еді. Мен болашағымды тек сонымен ғана елестететінмін. Біз сөйтіп жүріп үйлендік. Ақ көйлек, гүл, мәз-майрам жақындар. Сөйтіп тойда өтті. Жас келін болдым. Үлкен үмітке, сенімге толы келін болдым. Бірақ бәрі біртіндеп өзгере бастады. Алғашында ұсақ-түйек ескертулер болды. Мынаны киме, көзге түсіп қаласың. Оянбай-ақ қойшы, табиғи сұлусың ғой. Құрбыларыңмен көп араласа берме, маған ұнамайды деген сынды сөздермен маған көп тыйым сала беретін болды. Одан соң, қайда бара жатырсың? Телефонын неге тығып қойғансың? Инстаграмда неге адамға лайк басасың? Сен кіммен сөйлесіп жатсың? Неге жауап бермей жатсың? Деген сынды сөздермен мені тығырыққа тірейтін. Мен өзімді оның алдында көп ақтай бастадым. Күнде, сағат сайын, кейде үндемей, кейде көз жасыма тұншығатынмын. Мен сүйген адамға өзімнің адалдығымды дәлелдеумен өмір сүре бастадым. Сол күннен бастап мен өзімнің еркімді жоғалттым. Оның рұқсатынсыз ештеңе істемейтін болдым. Тіпті дүкенге барсам да оның рұқсатынсыз ешқайда шыға алмайтынмын. Қайда барсам да әр қадамымды ескертіп отыратын болдым. Киім алатын болса да өздігімнен одан қорқып алмайтын болдым және тығылып алатын болдым. Тіпті өз анаммен де онымен еркін сөйлесе алмайтын болдым. Бір күні оның ашуы тым қатты болып кетті. Бір ауыз сөзіме бола маған дауыс көтерді. Үндемедім, жыладым. Ол кешірім сұрады. Мен сені қатты жақсы көрем ғой. Өз-өзімді басқара алмай қалдым. Мені кешірші деген сияқты сөздермен мені тағы сендірді. Мен оған сендім, тағы да кешірдім. Солай өмір өте берді. Біз бала сүйдік. Кішкентайым маған үлкен үміт болды. Бірақ оның мінезі мүлдем өзгеріп кетті. Айғай-шу, күнде қорқыту, тіпті кейде мені ұрып жіберетін әдетке айналды. Ал мен сол сәттерде өзімді солай жұбататынмын. Ол мені жақсы көреді ғой, сондықтан да бұлай жасап жүрген шығар. Бәлкім мен дұрыс болсам, ол өзгереді ғой деген сынды сөздермен өзімді алдап жүрдім. Бірақ ол сөйтіп жүріп өзгермеді. Ақырында мен өзгердім. Көңілім сөніп, жаным ауырды. Көзім күлімдеп тұрғанмен ішімде дауыл соғып жататын. Мен өзімді ұмыта бастадым. Мен кіммін? Не үшін өмір сүріп жүрмін? Деген сияқты ойлар мені жиі мазалайтын. Ақыр соңында мен ажырасуды бел байладым. Әрине маған қиын болды. Көп ойландым, тіпті қорықтым да, қатты қиналдым. Бірақ баламның болашағы үшін, өзімді құтқару үшін сондай шешімді қабылдадым. Мен кішкентай баламды құшағыма алып, сол үйден бір жолата кетіп қалдым. Көзімде жас, жүрегімде үрей, бірақ жанымда азат бар еді. Сол өмір сонымен бітті ме десем жоқ, ол тек қана бастамасы екен. Сол сәтте мен өз өмірімнің екінші тарауын бастайтынымды білмедім. Тағы да одан да ауыр сынақтарға, түнерген өмірге қадам басып жатқанымды мен кеш сездім. Келесі бөлімде Айжанның екінші өмірде бұдан да қатты сынақтарға төтеп беретінін әңгімелейтін боламыз. Екінші бөлімде кездескенше.